Сәлем балақай. Біз сендермен өткен жолы жеміс аттарын жаттаған болатынбыз. Бүгін дәл сол жеміс жидектерін жаттауды жалғастыратын боламыз. Сонымен өздеріңіз суреттерін көріп тұрғандай, алдарындағы барлық балалар да үлкендер де жақсы көретін жемісіміз ол қарбыз. Менімен бірге қайталап отырыңдар, қане? Қарбыз. Қарбыз. Міне түсі қандай керемет, қараңдаршы. Қып-қызыл сыртыр, асыл ала болады, е? Сендер жаттап алыңдар, және оны жеп жүрсеңдер, денсаулыққа өте пайдалы. Келесі үйренетін жемісіміздің түрі бұл қауын. Қауынның сырты сары, іші ақ болады, дәмі өте тәтті. Сонымен естеріңе сақтап алыңдар, бұл қауын. Қауын. Және менімен бірге қайталаңдар. Ал қазір сендердің алдарында жемістердің ерекше түрі бұл ананас. Ананасты балалар жеп көргендерің бар шығар, дәмі өте тәтті, біздің жақта өсірілмейді. Шетелден әкелінеді, алыс жақтарда өсіріледі. Естеріңе сақтап алыңдар, ананас. Ал мынау барлығын білетіндей өте тәтті, сап-сары болып келетін бұл өрік жемісі. Өрік алма, алмұрт ағаштары секілді өзі өрік ағашында өседі. Өте тәтті және алмаға қарағанда кішкентай болып келеді. Сонымен бұл жемісіміздің аты қандай? Өрік.